Назым күйеуін қызы үшін сотқа берді. Күтпеген жағдай орын алды. Күйеуімен ажырасып кеткен Назым қызымыз экс-күйеуі Парахатты сотқа берді. Сонымен қатар күйеуі жайлы айтылмаған шындықты айтып, ешкім күтпеген мәлімдеме жасады. Тап осылай баланың әкесінің үстіне алименттен бөлек тағы арыз жазаласыздар. Сені аямаған адамды аямаңдар. Ешбір жағдайда 30 МРП-ға дейін төлеу керек бала 3 жасқа толғанша. Ай сайын деп Назым сторис арқылы экс-күйеуін сотқа берген арызын жариялады. Сонымен қатар Назым экс-күйеуі Парахатпен заңды некеде болмағанын ашып айтты. Осы қыздың тырнағына да татымайсыңдар деп жазды Назым экс-күйеуіне. Еске сала кетейік, Қалаулым жобасының атышулы қатысушысы Назым жуырда күйеуімен ажырасқанын хабарлаған болатын. Назым мен Парахат екеуінің 1 жасар Медина есімді қызы бар. Парахат Назым мен қызын тастап кеткен болатын. Араларында бірнеше күнге созылған даудың нәтижесінде Назым азаматтық некедегі күйеуін сотқа береді. Естеріңізге сала кетейік, Назымның 2 баласы бар. Бірінші ұлының аты Диас. Диас Назымның бірінші күйеуінің баласы. Өткен жылы Назым ұлы Диасты әкесімен таныстырды. Яғни Назымның бірінші күйеуі Диастың әкесі. Екінші күйеуі Арсенмен ажырасқаннан кейін Арсен бірінші әйелімен қайта қосылды. Қайта қосылғаннан кейін Арсеннің тағы бір ұлы дүниеге келді. Назым Қалаулым лайф және қосылайық жобаларында ең ұзаққа созылған махаббат хикаясы сөзсіз Сержанмен орын алды. Сержан тіпті Назымды арыстанмен алып қашпақ болып үйленуге дейін қадам жасады. Бірақ жобадағы бірнеше қыз Назым мен Сержанның арасына түсіп, Назым мен Сержанды ажыратады. Сосын Назым 1 айдың ішінде тұрмысқа шығамын деп Алинамен бәстеседі. Соның нәтижесінде 1 айдың ішінде Арсен есімді үміткерге тұрмысқа шығып, қосылайықта той жасады. Бірақ 1 жылдан кейін Арсен мен Назым ажырасып кетті.